Сізге бір мысал келтірейін. Сіз емханаға барасыз. Терапевт сізге диагноз қойдыру үшін қаралуға дәрігерлердің тізімін береді. Ең алдымен сіз дәрігерге бармас бұрын Аллаға дұға жасауыңыз керек. Я Алла, мен дәрігерге барғалы жатырмын. Ісімді жеңілдет, маған шипаңды бер. Дәрігерлер дұрыс диагноз қоюын нәсіп ет деп дұға етуіңіз қажет. Кейін дәрігерге қаралғаныңызда Алланың жәрдемімен дәрігер сізге дұрыс диагноз қояды. Дұғаңыз себепті. Сосын дәрігер ота жасалуы керек десе, сіз Алладан: Я Алла, я Аллахым, дәрігердің қолын жеңілдет, оның ісі ойдағыдай дұрыс болуын нәсіп ет деп сұрайсыз. Осылайша Алла дәрігерге жеңілдігін береді. Сөйтіп, ота сәтті өтеді. Бұл дұғаңыз себепті. Алла тілегіңізді қабыл алғандықтан, Алланың көмегімен дәрігер отаны сәтті жасайды. Бұның бәрі кімнің арқасында? Алланың. Алла дәрігерді бағыттады. Алла сізге күш қуат бергені сияқты. Дәл қазір осы видеоны көруге де Алла нәсіп етіп отыр. Алла кемшіліктен пәк.